Мен Есімхан Ұлар, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы Бейнеу гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы сынып оқушысымын. Осы видеода мен сіздерге түр-түс саласының қазақ салт-дәстүрлерінде көрініс тапқандығы жайлы айтатын боламын. Түр-түс саласының ашылмаған құпия сырлары көп. Әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан сарқылмас қазынасы болып табылатын өзіндік тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі және әдет-ғұрпы бар. Міне осы мәдениетті, салт-дәстүрді және әдет-ғұрыпты түр мен түссіз елестету мүмкін емес. Ақ түс қазақ ұғымындағы ең сүйкімді, ең қасиетті және ардақты түстердің бірі. Оны біз әртүрлі заттардан көре аламыз. Ежелден ен даланы мекен етіп көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ халқы сүт өнімдерін бір сөзбен ақ деп атаған. Тереңірек түстердің мағынасын білу үшін біздің қазақи салт-дәстүрлеріміздің бірі бет ашарға үңілсек. Мысалға алып қарайтын болсақ, бірінші байланған түс ол қызыл түс. Қызыл орамал қыздың өз елінде бұлғақтап, ата-анасының қасында өмір сүрген дәуірін білдірсе, ақ түс ақ босаған аттап жаңа келіндік өмірге қадам басқандығын айқындайды. Үшінші түске келер болсақ, ол жасыл түс. Жас отбасы көгеріп көктесін, балалары көп болсын деген мағынада жасыл түсті орамалды байлаған. Қазақ әйелдері құрақ көрпені тіккенде тек қана оның ою-өрнегіне емес, сонымен қатар түсіне де аса мән берген. Ендеше сол түстердің символикасына тереңірек үңіліп